құрметті серіктестер, мына жаңа кальций цитрат. Негіз кальцийдің түрі бар. Соның ішінде кальций цитрат ең адамға жаңағы бойына сіңімді болады екен. Бұл жерде бір капсула 400 мг цитрат кальцийді құрайды. Сосын кейін бұл кәдімгідей жаңағы біздің тісімізге, біздің сүйегімізге, біздің шашымызға, тырнағымызға жеңіл жаңағы ағзамызға сіңу арқылы емдік әсерді жақсы береді. Сондықтан кальций цитратты үлкен ересек адамдарда қолданған жақсы болады. 12 жастан бастап қолдануға да жақсы болады. Одан кейін кальций біздің ағзамыздан жаңағы тез шайлап шығып кетпеу үшін осы кальций цитрат біздің ағзамыздағы жаңағы бөлінген кальцийдің құрамын байытып, ары қарай жаңағы емдік әсерін беруге көмектеседі екен. Оның үстінен жаңағы осы біз кальций цитрат ішу арқылы бүйректе қандай да бір жаңағы тас байланған болса, сол тастың айдап шығуына көмектеседі. Одан кейін бұл жерде қоспасында С витамин бар. Соның арқасында осы кальцийдің тез сіңу процесі жақсы болады екен. Одан кейін бұл қан тамырларға жақсы сіңіп беру арқылы бізге емдік әсерін өте жоғары деңгейде береді. Жалпысы айтқан кезде біздің жүйке жүйемізге де әсерін тигізеді. Жалпысы осы жаңағы кальций цитрат ішу арқылы біздің жаңағы ағзамыздағы баланс кальций қайда, соның қалыпты жағдайға келуіне мүмкіндікті бергізеді екен. Жалпысы айтқан кезде қан қысымынан қиналатын кісілерге осы кальций цитратты тұрақты ішкен дұрыс болады екен. Жалпысы айтқанда буын сүйектеріңіз ауырса, осы кальцийді ішуге болады. Шаштарыңыз көп түсе бастаса, кальцийді ішуге болады. Тырнақтарыңыз жұқарып, тырнақтарыңыз сынғыш болса, кальцийді ішуге болады. Тістеріңіз жиі ауырып, тістің жаңағы қызыл иектерінен тартып ауру сырқау болсаңыздар, онда осы кальцийді ішуге болады. Жалпысы айтқанда беттің тері, жалпысы тердеріңіздің созылып жаман болып бара жатса, осы кальцийді ішуге болады. Иммунитет төмен түсіп кетсе, осы кальцийді ішуге болады. Жаңағы тістеріңіз қарайып, тістеріңіз жаңағы тас басып, тістеріңізді кәдімгідей жаңағы қайта құрт жеп бастаса, жақсы болады. Одан кейін жаңағы сіздер мысалы қараңыздар, бұл жерде жаңағы тез шаршап, шалдығып, көңіл күйдеріңіз түсіп, аяқтың жаңағы несі сіңір тартылып жатса, магний мен осы кальций цитратты бірге ішетін болсаңыздар, өте жақсы емдік әсерін аласыздар. Сонда жаңағы бұлшық еттің жиырылып ауырғаны басылады, бұлшық еттің тартылғаны, сіңірдің тартылған созылғандары жақсы болады. Қайтып жаңағы сіздердің сүйектеріңізді бүркеп тұрған кәдімгідей жаңағы терілеріңіз қайда, солардың бәріне емдік әсерін береді. Тістеріңізге ең қажетті деген минералдардың өзінен бөлініп пайда болуы, немесе минералдардың сақталуына өте жоғары деңгейде жаңағы емдік қасиетін береді. Жалпысы біздің клеткалық мембрандарды жаңағы жақсартып береді. Сосын жүректің жаңағы ритмдеріне жақсы әсерін тигізеді. Қаныңыз қойылып бара жатса, соны да жақсы емдеп кетеді. Холестерин жаңағы деңгейі жоғары болып тұрса, жаман холестеринді төмен түсіруге көмектеседі. Аллергия болып жатса, иммунитеттеріңіз төмен болып жатса, жұмысқа ешқандай жаңағы құлқыңыз болмай, жағдайыңыз кетіп тұрса, сонда осы кальцийдің жетіспеушілік деп білуге болады. Жалпысы айтқан кезде біздің мына жаңағы сүйек буындарымыз, тіндеріміз, біздің жаңағы ет пен тердің байламдарының бәріне коллагендік жаңағы қоспаларды, коллагеннің жаңағы өзінің әсерін зор қылдыруға осы кальций цитратта емдік әсерін береді екен. Бұның құрамында цитрат кальций бар, экстракт шиповник дегеніңіз бар. Бұл жаңағы итмұрын, сосын кейін экстракт черноплодной рябины, экстракт чаги деп осындай ғана таза табиғи өнімдер бар болып саналады. Ешқандай артық ауыз қоспа жоқ. Ем болсын, шипа болсын. Бұны күнінде бір капсуладан 2 рет жаңағы 30 күн ішсеңіздер болады. Біреуінің ішінде 30 капсула бар, 400 мг-дық. Сондықтан бұл жерде сіздер жаңағы бір капсулада 500 мг-дық 30 жаңағы не бар, таблетка бар бұл жерде. Бұның жаңағы бір капсуласы кәдімгідей таза кальцийді жаңағы 400 мг құраса, 100 мг жаңағы цитрат болып табылады. Міне осындай дозадағы осындай кальцийді сіздер Алтайда жасалған Батель компаниясынан ала аласыздар. Қолжетімді бағада.